Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге бауырдан өте дәмді және де оңай котлеттер дайындайтын боламыз. Бізге ең бастысы бауыр керек, және де пияз, картоп, сәбіз және чеснок, жұмыртқа керек болады. Барлық мясорубкадан немесе блендерден өткізетін ингредиенттерімізді осылай турап ыңғайлы етіп аламыз. Мен қазір блендерден өткізетін боламын. Сіздерде блендер болмаса, мясорубкадан өткізе салсаңыздар да болады. Барлығын осылай ыңғайлы бөлшектерге бөліп алып жатырмын. Дәл солай бауырды да кесіп аламыз. Енді дайын болған бауырымызды осылай блендерге салып, барлық ингредиенттерімізді осылай өткізіп аламыз блендерден. Міне, енді дәміне қарай тұзын саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және де шым-шым қасықтың ұшымен ғана жеткілікті ас содасын салып жібереміз. Ол бізде котлеттеріміз пышный, әдемі болып шығу үшін қосамыз. Және де ұн қосамыз. Ас қасықпен 4-5 қасық ұн жеткілікті. Барлық керекті ингредиенттерді және де мөлшерін описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді кезекте бір дана жұмыртқа қосамыз. Қызып тұрған майға қасық қуыратын боламыз. Осылай формасын әдемі етіп, осылай құйып аламыз барлығын. Май қызғаннан кейін оттың астын кішкене басып қойсаңыздар болады, өйткені тез піссе ортасы шикі болып қалады. Сол себепті орташа отта пісіресіздер. Міне осылай екі беті қызарған кезде, бір беті қызарған кезде осылай аударып аламыз. Өте көп болып шығады. Енді отбасыларыңыздың адам санына қарай мөлшерін азайтсаңыздар болады. Міне осылай өте әдемі котлеттер дайын болады. Міне қалған котлеттерімізді де дәл солай формасын біркелкі доғал етіп қойсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Міне енді осылай қалған котлеттерімізді бір жағы қызарып піскеннен кейін екінші бетіне аударамыз. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Осындай өте әп-әдемі дәмді котлеттер дайын болады. Егер менің рецептім ұнаса, достар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.